Selam dostlar. Короче, мен деген кетіреді өзіме түсіре алмады. Себебі біз деген асығысып тез шығып кеттік. Сосын мен шашын бере алған, бірақ оны бере алған кетіп қалған. Мен үйге келген соң, ойбай, үйге барған соң шашымды қайттан бере алайын. Сосын шашымды бердім, бірақ мен шашымды болдым да. Осындай болды осы шашымды. Осыны мен деген бір достар деген біз осындай жерде жүрміз. Ана жақта уже деген мамалар уже ана жаққа кетіп қалған, ана жақтан аналар төбелесіп жүр. Достар, ойбай, ана есекті қараңыздар, маған бақырайып қарап тұр. Кәне, ана есек, міне көрсетер ме? Міне біз деген енді үйге аман-есен жете алайық. Достар, біз, короче, наурызда дегенне сатып алдық. Деген бір телефон сатып алдық. Бірақ ойыншық 3 вата сатып алдық. Не біреуі маған, біреуі Медеге, біреуі Серікке. Сосын бізге мама деген 160 теңгеге мороженое берді. Сосын сок алдық, сағыз алдық. Сосын ол жерде 6 бақан бар. Әр наурызда 6 бақан болады. Кейін наурыздың бітуіне 4 сағат па, 1 сағат па қалған кезде уже тамақ таратты. Міне біз тамақ іштік. Деген ана жақта Серікте жүр. Ана жақта болса мамалар жүр. Ана жақта мен батут болды. Мен батутқа мінбедім. Ол жақта 2 орыс апай, сосын бір орыс ағай болды. Вата сатты, ал екінші апай батутты басқарды. Ал ағай болса деген ана телефон не істейсің білмес пашы, бай лақтыратын шарды, бай лақтырып жаратын сондайға бас көз болды және деген андай болды да. Ана телефон сатты. Кезде қазір қандай телефон екенін сіздерге көрсетемін. Достар, ана жақта Газель деген наурызға қатысқан адамдарды наурызға барған адамдар әкетті. Бірақ но бізді әкетпеді. Өйткені біз мінбедік. Достар, бүгін бізде погода өте керемет тұр. Себебі не суық емес, не ыстық емес. Мен мамаларға жеттім наконец-то. Ой. Мен, короче, мамаларға жетіп алдым. Мериздің бүгінгі шашы осындай. Бір бәле, короче. Міне, достар, Мериздің телефон тажы. Мына телефон деген, достар, менен же дәу. Осылайынан ашып жабылады. Дәу, мынау қарасаңыздар. Достар, жақта 12-ден 30 кетті деп тұр. Шынайы сағат 14-тен 41 кетті. Телефон осылай менен де дәу. Деген осындай бір телефон. Достар, ана жақта Серік келе жатыр. Уже деген біз үйге жеттік. Всем пока.